Ассалаумағалейкум. Тағы да сіздерге сәлем. Енді осы сабақ ең бастапқы енді ноутбукты ашқаннан кейін ары қарай біз Google формымен жұмыс жасалады. Google форм бізге көптеген пайдасы тиеді. Басқа да Яндекс браузер болсын, басқа браузерлердің қажеті жоқ. Тек қана Google браузермен жұмыс жасаймыз. Не үшін дегенде сайт тілін өзіміздің қалаған тілге ауыстыруымыз керек. Соған байланысты Google форм істетуіміз керек. Және де Google формда кез келген болашақта сіз YouTube канал ашсаңыз, және де Google десктерді қолданатын болсаңыз, PPT, Word, Excel жасағыңыз келсе, оның бәрі осы Google формның ішінде бар. Сондықтан осыны пайдаланған өте тиімді. Бірінші Google формды ноутбуктарыңызға түсіріп алыңыз, басқа Яндекс браузерлерден істетпей қойыңыз. Осыны істету керек обязательно. Google формға кіресіздер. Google форм өйткені көптеген кісілер білуі мүмкін. Білмейтін кісілерге, жаңадан ноутбукты ендіден бастап үйреніп жатқан кісілерге анық болып, түсінікті болу үшін мен барынша түсінікті қылып айтамын. Сондықтан білетін кісілер болса, басқаларда күтейік. Мына осы Google формның басты беті. Әрине бұл жерде сіз өзіңіздің сайттың, яғни Google формның тілін өзіңіздің қалаған тілге ауыстыруыңызға болады. Көбінесе қазір мен уже жасап қойғандықтан осындай міне тіл ауыстыру туралы әр парақша шыққан кезде тілін ауыстыратын мүмкіндік бар. Осындай шығып тұрады. Егер де сіздер ендіден түсіріп алсаңыздар, ноутбуктарыңызды енді қолдана алсаңыздар, бұрын соңды қолданбасаңыздар, енді қазір қалай қолдану керектігін сіздерге үйрететін боламын. Бірінші қарап шығасаңыздар, сіздерде может әлі аккаунт жоқ болса, мынандай фото жоқ болады. Аккаунтты қалай ашу керек, қалай email алатындығын тағы да видео жасалған, сонда сіздерге беріледі. Оң жақ жоғары жағында қарап отырсаңыздар, мына үш бұрыш бар. Үш бұрышты басатын болсаңыздар, осындай ақпараттар шығарады. Бұның ішінде настройканы табасыздар. Егер де орысша болса, сеттинг деп тұрады. Настройканы басқаннан кейін бізге осындай ақпараттар шығады. Ең төмен жағына тартасыздар. Ең төмен жағына тартсаңыздар, именно жоғары дәрежеде талғам жасайсыздар. Бұны енді төмен қарай бір ашқанда, тағы да төмен тартасыздар. Бұл жерде тіл деп тұр. Сіздерде езік деп тұрған болу керек, тіл деп. Тілдің оң жағынан бұрышты басасыздар. Егер де сіздің сайттыңызды кез келген тілге ауыстыруыңызға болады. Енді төмен жағында мына жазуға қараңыздар. Offer to translate pages that and a language you read дейді. Сен кез келген бізге осы Google формдан іздегенде шыққан сайт бетін біз өзіміздің қалаған тілге ауыстыру үшін мынаны ашасыздар. Егер де сіздерді жабық болса, осыны ашып қойсаңыздар, мына жерге шығып тұрады. Осыны ашып тастайсыздар. Болды, басқа ешқандай керек жоқ. Енді ары қарай. Мысалға біз 1688-ге кірдік. Мысалға енді практика жүзінде ала жүрейін. Мысалы w1688.com. Бізге 1688-ге кіргенде бізге қытайша әріпте шығады. Әрине бірінші көргенде сіздер түсінбеулеріңіз мүмкін, біраз қиналуларыңыз мүмкін. Бірақ та енді осы сізге ақша пайда әкеліп жатқандықтан, осымен жұмыс жасағандықтан, күніге жұмыс жасап жатсаңыз, әрине бұл да сіздің өзіңіздің досыңыз сияқты ешқандай қиындық жоқ. Қарасаңыздар, міне осындай форматта болады. Қытайдың ішкі нарығына арналған 1688 сайт. 100% бізге пайда әкелетін сайт осы. Енді банда ашып қойдық. Кез келген сайт бетінің ақ жеріне мышканың оң жағын басып, мысалы мына қарап отырсаңыздар, мына жерде бар. Сіздерде аударып қай тілге аудару керек. Яғни бұл сайттың тілі Қытай тілінде. Біз енді өзіміздің қалаған тілге аударуымыз керек. Ол үшін бірінші опшнды талдайсыздар. Опшн талдағанда ең төмен жағында тілін ауыстыру деп тұр. Яғни бастысы осы сайттың бізге көрсеткен сайттың сол тілі.
Қытай тілі болсын, орыс тілі болсын, ағылшын тілі болсын. Ал екіншісі біздің ауыстырады, яғни біз түсінікті тіл. Яғни сіздерге орысша болса орысша, қазақша болса қазақша. Мен барынша осы курсты қазақша видеоларды қазақша жасаймын. Сіздер қазақша біздің қарап отырсаңыздар, міне қазақшаға енді ары қарай аударамыз. Қарап отырсаңыздар, міне 1688-дің сайт беті қазақшаға аударылды. Бұл біз үшін өте маңызды. Біз кез келген, яғни тауар іздейміз бұл жерден. Алда уақытта тауар іздейміз. Тауар іздеп болғаннан кейін бұның характерикасын көреміз. Тауардың сатылымы қалай, пікірлері қалай, және де егер де киім-кешек алсаңыз, ол размері қалай, оның бәрі мына тілін аударғаннан кейін өзіңізге түсінікті болады. Ешқандай қиындық жоқ, кәдімгі өзіміздің қазақша сайт сияқты. Киімдеріне әртүрлі. Сіздерге оңай жолдары. Бұл өте басқыш негізі десе болады. Осыны үйреніп алыңыздар. Кез келген. Өйткені біз болашақта ұзақ уақыт жұмыс жасағандықтан сіз әр уақытта маған фото жіберіп жүрмейсіз. Оны сіз өзіңіз іздеп тауып, өзіңіз маржасын есептеп, арғай менімен селбесіп, осы тауарды алдыртасыз. Сондықтан бұндай басқыштар өте маңызды. Егер де түсінбей қалсаңыздар, осы видеоны қайта-қайта қараңыздар, әбден сіздің ноутбугыңыз осындай тілге ауысқанға дейін жұмыс жасаңыз. Енді бұл жерде мына дизайнына байланысты аздаған ғана біраз дизайн бірін-бірі басуы мүмкіндігі болады. Қарап отырсаңыздар, мына жерде бірін-бірі басып отыр. Қалған көп жерінде ешқандай бізге әсер етпейді. Арғай, өйткені біз осы сайттың басты бетіне кіргеннен кейін арғай кіреміз. Яғни біз әр сайт бойынша ішке қарай ашылып отырады. Ашылып отырғанда әрине біз осы постоянно осыны аударып жүрмеудің ең тиімді жолы, яғни бұл жерде тұрақты ұстайсыздар. Жалпы кез келген сайттың бетін ашқан кезде бізге сол ақпаратты қазақшаға аударып отыратындай. Яғни міне ашсаңыз тайтылы болды, сіз тағы да бұны бүйтіп қазақ тіліне аударып, постоянно аударып жүрмейсіз. Яғни мына жақта жоғарыға шыққаннан кейін осыны бір басасыз, опшнды басасыз, тілін өзгерту дегенде. Мына батырманы дұрыс белгісін басып қойсаңыз, кез келген сайтқа аударылған кезде автоматически бұл сайт бетін қазақшаға аударып отырады. Бұл жалпы осы бизнестің жалпы ең бірінші маңызды бір басқышы десек болады. Сондықтан сіздерге талап обязательно осыны өзгертіп алыңыздар, үйреніп алыңыздар. Өйткені бұл не істесеңіз де болашақта керек. Жақсы, онда осы видео тамам болды осымен. Тағы да келесі видеода жүздескенше. Жақсы, онда осы кез келген уақытта ұмытып қалсаңыздар, осы видеоны сақтап қойыңыздар. Постоянно осыны қарап миға тоғығанша үйреніп алыңыздар. Сау саламат болыңыздар.